Ей, Баубек, сен қалай түсінбейсің? Оған камера керек, штатив керек, свет керек, команда, режиссер постановщик, неше түрлі адамдар керек, брат. Бір ғана нәрсе керек. Неме? Мына телефон көріп тұрсың ба? Телефон? Осымен ақ түсіреміз. Бәстесек. Давай. Бәстесек. Неге бәстесеміз? Егер сен ана түсіретін болсаң айтқаныңдай, мен атынан 100 000 просмотр. Давай. Бүкіл достарың мен туысқандарың дайында. Просмотрларын күтем. Көреміз. Сәлем достар, қалайсыздар? Менің есімім Баубек Әуесхан, Инстаграмда Бакензо. Танитындарыңыз бар, танымайтындарыңыз бар, таныстырып өтейін. Жалпы мен осы фото-видео саласына жұмыс істеп келе жатқаныма бір 7-8 жыл көлемінде болыпты. Негізі профессиональный фотокамерамен бастағанмын, бірақ 2014 жылдан бастап осыдан 6 жыл бұрын қарапайым қалта телефонына өткен болатынмын. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырып, білесіздер ме? Қарапайым осындай телефонмен керемет клип түсіріп шығу, яғни профессионал деңгейге жақын клип түсіріп шығу. Мен ол клипті кімге түсірдім білесіздер ме? Осыдан 10 күн бұрын ғана шыққан клип, ол жүректерді жылатып жүрген, жылаған жүректерді жұбатып жүрген Ғаділбек Жанай ағамыздың «Мен оны ойласам, мұңға батамын, жанардан бір тамшы сырғанатамын» деген әніне түсірілген клип болатындығын. Ендеше сол клипқа разбор жасайық. Қалай Ғаділбек ағаға бір ғана телефонмен клип түсіріп шықтық, соны қазір көретін боламыз. Мен оны ойласам мұңға батамын, жанардан бір тамшы сырғанатамын, үнсіздік салатын сағынышын тыңдап жатамын. Мен оны ойласам көп қайғы батып, тереземді келіп қақпайды бақыт. Мен оны ойласам жердің бетінде тоқтайды уақыт. Бұл клип 1 сағатта бір ғана локацияда түсіріліп, 3 сағатта телефонмен монтаждалды. Бізге міндетті түрде керек болады. Ғаділбек Жанай, Баубектің 2 қолы, iPhone XS телефоны және жарық беру үшін iPhone 7 Plus телефоны керек болады. Бірінші телефонның настройкасына кіріп, камераны дұрыстап аламыз. Мен запись видеоны 1080 60 кадр секундына қойдым. Ол деген 1 секундта 60 кадр, яғни 1 секундта 60 сурет деген сөз. Потом композицияны алға көмектесетін сетканы қосып аламыз. Сетка бізге үштік ережесі бойынша түсіруге көмектеседі. Видеоны түсірмей тұрып, телефонның камерасын киіміміздің шетімен сүртіп тазалап аламыз. Камераны ашқан кезде сетка тұрады. Түсіретін объектке қарай экранды басып тұрып фокус аламыз. Және сол фокусты настроить етіп атқан кезде астыға үстіге түсіру арқылы экспозициямен, яғни жарықпен ойнай аламыз. Ол деген свет көп жерде түсіріп светті азайта аламыз, ал свет жетіспеген жерде наоборот көтеріп светті көбейте аламыз. Жалпы үштік ережесі бойынша съемканы бастаймыз. Үштік ережесі дегеніміз фотосуретті немесе видео съемканы ерекше қызық және тартымды етуге көмектесетін шебер әдіс. Осы сызықтардың қосылған жерлерінде объектіні қойып, съемканы жасау осы үштік ережесі деп аталады. Кез келген видео қызықты болу үшін любой кинода, клипта болсын 3 план қатар жүреді. Олар общий план, средний план және крупный план. Әрі қарай біз детальдармен жұмыс жасаймыз. Ол деген сөз, яғни крупный пландарды түсіреміз. Мысалы, актердің эмоциясын, пианино тартып атқан кадрларды крупный кадрмен түсіру, сондай керекті детальдарды соңынан алып аламыз. Мен CapCut программасы арқылы монтаждадым. Программаға кіреміз да новый проект ашамыз. Новый проекттің ішінде керек кадрлардың барлығын добавить етеміз. Потом әрі қарай осы керек жерін қиып тастаймыз, керек емес жерін алып тастаймыз. Осылай қосамыз. Бірінші енді клипті әрі қарай жалғастыру үшін бірінші біз кадрлардан кейін бірден музыканы добавить етіп аламыз. Музыкасын қойып алғаннан кейін содан әрі қарай өзіміздің талғамымызға байланысты музыканың ритмі бойынша керекті кадрларды қиып, қойып, осылай жасап аламыз. Потом клипті бояймыз, светокоррекция береміз. Және болды. Сол керек текст болса текстін жазамыз, әрі қарай сохранить етіп рендерға жіберіп, видеоны әрі қарай YouTubeға сала берсек болады. Бүгін сағат неше болды? Сағат бізде 5:39 кетті. Біз 9-да видеоны шығаруымыз керек, Бізде 3 сағаттай уақыт бар, 3 сағаттың ішінде біз видео түсіріп, шығарып, жеткізуіміз керек болып тұр ғой. Командамен барады бұйырса, жеткіземіз ғой.
Да, екі телефон. Жақынырақ отыр. Микрофон тұр ғой. Ойнай берем өйстіп, Осымен достар, біз қарапайым телефонмен профессионалды деңгейге жақын өте керемет клип түсіруді разборын көрсеттік. Барлығын кішкене болса да сіздерге түсіндірдім деген ойдамын. Сондықтан да құрметті достар, алдағы уақытта осы қарапайым телефонмен біз керемет видеолар түсіріп, және солардың монтажына барлығын разбор жасайтын боламыз. Мен жанымдағы екі жігіт Арман мен Салауат профессиональный камерамен барлық жұмыстарды көрсететін болса, мен сіздерге жай ғана телефонмен сондай мықты деңгейге жетудің барлығын үйрететін боламын. Құрметті достар, егер осы бөлім ұнаған болса, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, инстаграмға, бәр жерге сторисқа салыңыздар. Мен сіздерді өзім инстаграмға даует ететін боламын. Сондықтан да достар, келесі бөлімде кездескенше сау!